Жылдам хабарнама шұғыл дерек зейнетақы мөлшері аспақ. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеороликтерімізді соңына дейін қарастыруыңызды ұсынамыз. Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. 2024 жылдың қаңтарынан болашақ зейнеткерлерге қосымша зейнетақы жарнасы төленеді. Болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары төленеді. Бұл туралы үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова айтты. Саралап көтеру тетігін қолдану нәтижесінде ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері 21%-ға дейін өсті. Бұл зейнетақысы төмен зейнеткерлерге үлкен әлеуметтік қолдау болды. Ал болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары төленеді, деді министр.